Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін 11-ші сабақ, кел бірге үйренейік. Жалпы бұл курстың аты үйренуді үйрену. Бұл курста біз көбінесе адамның миы туралы, үйрену барысындағы адамның миының қалай жұмыс жасайтыны туралы және қандай техникаларды қолдану керек, жақсы үйрену үшін, тез әрі тиімді үйрену үшін қандай техникаларды қолдану керек, сол туралы тақырып жүріп жатыр. Бүгінгі сабақта біз бұл жерде ағылшынша жаздым, бірақ түсіндіре кетейін. Біріншісі, біз overlearning туралы айтатын боламыз, яғни шамадан тыс үйрену, яғни үйреніп болғасын тағы да оны қайталап үйрене беруді ағылшынша overlearning деп айтады. Астында терминді installing дейді. Бұл installing дегеніміз бұл да сол overlearningнен шығатын нәрсе, соған қатысты нәрсе. Бұл мағынасы бұл тоқтау деп айтса да болады. Адамның, мысалы, кейбір адамдар бір нәрсеге, бір қағидаға сүйеніп, содан өзгермей соған жабысып алады. Үшіншісі interleaving дегеніміз бұл ауысып отыру, яғни мысалға бір бөлшекте сабақты оқып отырып, басқа сабақты ауысу, мысалы бір оқып отырып жазу отырып тыңдау деген сияқты ауысып отыру арқылы үйрену техникасын interleaving деп те айтады. Енді тағы да бір қателік, көп адамдар, әсіресе студенттер, бір нәрсені білмей, проектке немесе үй жұмысын бастап кетеді. Ал бірақ үй жұмысын жақсы, тиімді бітіру үшін алдын ала біз алдыңғы сабақта айтқандай бөлшектерге көп мән бермейді. Сонымен кеттік. Overlearning, мысалы, кейбір адамдар, әсіресе мысалға алатын болсақ, спикерді алатын болсақ, көпшіліктің алдында өзін стресске түспей, тез айту үшін, айтатын затын ұмытып қалмау үшін кейбір естуім бойынша 70 сағат дайындалады екен. Яғни 20 минуттық сөйлеуге 70 сағат дайындалады. Бұл жерде бұл айтатын затты қайталап уайымдамау үшін осылай жасайды. Бірақ бұлай жасау әсіресе біздерге, студенттерге қатты қажет емес. Тіпті бұлай жасаудың өзі адамның уақытын алады. Бұлай жасау көбінесе спортсмендерге, мүмкін музыканттарға қажет болуы мүмкін. Бұлай жасау сақ болу керек, себебі бұл уақытты алады, waste of time. Және де бұл мысалға алдыңғы сабақта айтқандай, адамдар өзінің миына мен барлығын білемін, мен мастермін деп ойлап қалады сол сабақ бойынша. Яғни басқа шешімдерін, басқа жолдарын қарамайды. Басқа жолдарын қарап, мысалы, креатив жоғалады бұл жерде. Бұл жерде баяғы жартас, сол жартас дегендей адам өзгеруден қорқады. Және бұл дұрыс емес болса өте қауіпті. Бұл жерде бұл дұрыс емес те болуы мүмкін, және де бұл сол үйренген затын қайтадан үйренуге тура келеді дұрыстап. Яғни ондай адамдарды installing, ондай адамдардағы процесті installing деп айтады. Яғни мысалы суретте көріп тұрғандарыңыздай, мысалы адам миында бір нәрсені үйренеді да. Мысалы компьютерға файлды салып, соны біреуге жіберу деген сияқты. Немесе бір компьютерлік жұмыстар бар да, бір қарапайым Excel-де болсын, соны күнделікті жасай берген адам, басқа ештеңе жасамай соны жасай берген адам миында бір нәрсе қалыптасып қалады. Ал оған басқа тапсырма берсең, ол оны шығара алмайды, себебі осыған отырып қалғанда ол. Ал оның негізі шешуі мына жақта болуы мүмкін да. Сондықтан адам миында әртүрлі осындай бөлшектер қалыптастыру арқылы кез келген проблемада шығаруға жеңіл болады. Яғни салыстыру арқылы, өзінің идеясын қосу арқылы, креатив арқылы, тәуелсіздік арқылы адам көбінесе жақсы идеялар, жақсы мүмкіндіктер пайда болады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, оны тоқтау деп те айтса болады. Мына суретте көріп отырғаныңыздай, баяғы жолмен жүре береді, сөйтіп тозады ақыры. Және де басында айтқандай, адам дайындықсыз, мысалға суға жүзе алмайтын адам секіріп кеткендей, көп студенттер, әсіресе біз қателесеміз, сабаққа қатыспаймыз, лекция тыңдамаймыз,
тіпті кітап та оқымаймыз, сонымен қатар біз үй жұмысын жасауға тырысамыз. Яғни біз мысалы ана суретте көріп отырғандарыңыздай ойлап бастаймыз, шешімін табуға тырысамыз, примерно қай жақта екенін де білмейміз. Соның кесірінен біз көп уақыт ұтыламыз, үйренбейміз, ақыры әйтеуір көшіріп үй жұмысын тапсырып тастаймыз. Бұл өте қауіпті нәрсе, бұл болашақта өте қаупі. Соған бұл мәселелерді қалай шешеміз? Оның бір жолы осы интерливинг, яғни live деген тастау деген, кету деген мағынада. Мысалы бір нәрсемен айналысасың, мысалы кітап оқисың, кішкене демаласың да, мысалы мысалы бір күні кітап оқисың, келесі күні мысалы сол тақырыпта басқа кітап оқисың, немесе осылай ауыстыру арқылы миыңда бір проблемаға түрлі шешімдер қалыптастырасың. Егер мысалы екі салада жұмыс жасайтын болсаң, сенің миыңда әртүрлі нейронның қалыптасуы, нейрондардың бір бөлшектер пайда болады, және бұл сенің креативті болуыңа, осындай шешім қабылдауыңа, жаңа идеяларда туындауына көп жақсы әсер етеді. Және де кейбір бөлшектердің кейбір салада сен бір қалай жұмыс жасайтынымен қатар, қай кезде жұмыс жасайтыны, қай кезде тиімді болатыны, яғни өзіңнің осылай салыстыру арқылы, анализ жасау арқылы сен мүмкін заманды алға сүйрейтін, осындай қалай айтса болады, осындай жаңалықтарды енгізіп, жалпы ғылымға, адамның өмірін ыңғайландыруға деген сияқты өзіңнің үлесіңді қосуға болады. Мысалы қазіргі заманның Илон Маск, Стив Джобс сияқты олар өздерінің осындай миын дамыту арқылы осындай деңгейге жетіп жатыр. Сонымен жаңа айтқандай, жаңалықтар көбінесе жастардан болады, және де бір салада мысалы жаңалықтар бұрында басқа саламен айналысқан адамдарда жақсы жаңалықтар шығады екен. Себебі олардың миы бір орында тұрып қалмаған, басқа жақтан келген, ол бір жаңа салаға жаңа көзқараспен қарайды. Яғни сен миыңды вниманияны ауыстыру арқылы сен көп нәрсеге дағдыланасың, көп нәрсе салыстырып бастайсың, түйіндер, қорытындылар пайда боласың, жаңа идеялар туындайды. Оның бәрі сенің өсуіңе, өнуіңе, бір орында тұрмай алға қарай дамуыңа көп әсер тигізеді. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.